сендерме ұлттық ойын хан талапай ойынына қош келдіңдер. Балалар, біз сендермен бүгін хан талапай ойынын ойнаймыз. Бұл біздің қазақ халқымыздың ұлттық ойыны. Ол асықпен ойналады. Асықты балалар қазақ халқы ұсақ малдарының жілігінен алған. Оны жуып, кептіріп, қайнатып, балаларға асық ойынын жасап берген. Осы асықпен балалар қызықты ойындар ойнаған. Одан кейін батыр, мерген жігіттер болған. Сендерде батыр, мерген болғыларың келе ме? Бізде сол асық ойын ойнап, батыр, мерген болайық. Ал қазір сендермен бірге хан талапай ойынның ережесін түсіндіріп берейін. Хан талапай ойынның ережесі осы дорбаның ішінде бір асық бар. Сол асықты мен қазір ортаға шашамын. Ол асықтың ішінде хан асығы бар. Ол хан асығы қызыл түспен. Кімге сол хан асығы түссе, сол ойынды бастайды. Ал кәнекей мұқият қараймыз, балалар. 1, 2, 3. Дорба ашылсын, ішіндегі асық шашылсын. Асықты жинап алдыңдар, қолдарың. Ал қызыл сақа кімге түсті екен? Ой, жарайсың, Ибрагим, қызыл сақа Ибрагимға түсіпті. Ибрагим ойынды бірінші бастайды. Ойын басталу үшін біз қолымыздағы асығымызды осы түзіп қоямыз, әдемілеп. Асығымыз тізілді, енді ойынды қазір бастаймыз. Егер балалар сендер қанша асықты соғып аласыңдар, сонша асықты сендер аласыңдар. 2 асықты құлатсаңдар, 2 асық аласыңдар. 1 асықты құлатсаңдар, 1 асық. А егер сендер асыққа тимей қалсаңдар, мен сендерге сұрақ қоямын. Солай біздің ойынымыз ары қарай жалғасады. Ал ойынды бірінші Ибрагим бастайды. Пауза қойсын. Бастау үшін Ибрагим ойынды бастау үшін оң аяқты алдыға, сол аяқты артқа қойып, кішкене еңкейіп, асықты иіріп дәлдеп түсіреміз. Жарайсың, Ибрагим, бір асықты қақты. Ал келесі келе ғой. Бейбарыс. Кетіп қалайын, Ал хан. Ал хан. Бәрін мерген екесіңдер ғой, балалар. Асықты бәрін қағып жатырсыңдар. Ал Бейбарыс, сен сұраққа айлан. Бейбарыс, біз қандай ойын ойнап жатырмыз? Хан талапай. Жарайсың, отыра ғой. Ал Алишат келе ғой. Алишат, асықтың қанша қабырғасы бар? 4 бар. Ал отыра ғой. Келе ғой. Нұрислам, әнеке Нұрислам. Артқа жылжыңыз, Нұрислам, артқа. Ал. Ой, жарайсың, Нұрислам. Ал енді балалар, қолымыздағы асығымызды санайық. Кім қанша асығы тұралды енді? Балалар, сендермен бірге бүгін хан талапай ойын ойнадық. Хан талапай ойында бүгін көп асық ұтып алған Ибрагим. Ибрагимге мен бүгін алтын сақаны сыйлағым келіп тұр. Ал сақа